Қазір біз Атырау облысы Махамбет ауданына келдік. Бұл жерде 24 эвакуациялық орталық әзірленген. Жалпы ауданға 21 елді мекен қарайды екен. Соның 17-сі жайықтың бойында орналасқан. Қазір мінекей дәл осындай қаптарға құмды толтырып қоршап жатыр. Негізі дайындық мықты. Бұл жақта 93-94 жылы жойқын тасқын болған екен. Егер дәл сондай тасқын болса төтеп береміз дейді, бірақ судың деңгейі одан да биік көтеріліп кетсе қиындау болады. Мына қаптардың астына жаңағыдай салафан төсеген, көп жерде болдық, бірақ мұндай дайындықты көрген жоқпыз. Жалпы халық ұжымдасып мықты әзірленіп жатыр. Атырау қаласындамыз. Мұнда еліміздің түкпір-түкпірінен 300 тоннадан аса гуманитарлық көмек жеткізілген. 5000-нан аса ерікті 24-те 7 жұмыс істеуде. Енді алдағы 20 мен 25 аралығында Ресейден бастау алатын тасқын Атырауға кеп жетеді деп күтілуде. Осының алдын алу үшін, қауіптің алдын алу үшін қызу жұмыс жүргізіліп жатыр.